Сәлем баршаға. Мен бүгін сіздерге өте дәмді тамақтардың бірі қамырдан жасалатын тамақ ұн қуырдақтың жасалу жолын істеп көрсетемін. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл рецепт сіздерге де міндетті түрде ұнайды. Отбасыңыздың сүйікті тамақтарының біріне айналатынына сенімдімін. Ал бірге жасап көрейік. Ендеше бізге ең керегі ет, сиыр еті немесе жылқы еті. Осылай ұсақтап турап аламыз, ұзынша етіп. Пияз. Қалауыңыз бойынша пияз аласыз. Пиязды да турап аламыз. Қазанға сұйық майымызды құйып, қыздырып, заттарымызды қуырып аламыз. Пиязымызды осылай шамалы қызартып қуырып алған соң, үстіне етімізді саламыз. Алдымен етті қуырып алсаңыздар да болады. Етіміз қызарғанша, суы тартылғанша біраз қуырамыз. Етімізді қызартып қуырып алдық. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай сөлі тартылды. Енді үстіне су құямыз. Суды көп құюдан қажеті жоқ. Етті жауып тұрылса жеткілікті. Жарты литрдай су құйсаңыздар жетіп жатыр. Кішкене қайнатып аламыз. Баяу отқа қойып қойыңыз. Қайнап тұра берсін. Енді қамырмен айналысамыз біздер. Айтпақшыдай мынау етімізге тұзыны өздеріңіз қалағандарыңыздай дәмдеуіштерді салып, бетін жауып қайнатасыздар. Ал енді біз қамырмен айналысамыз. Қамырға тек су, тұз қажет. Суға тұзды ертіп алып, онды керегінше салып, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Қажетті мөлшерді өз отбасыңыздың санына қарай көз мөлшермен ала бересіздер. Жұмсақ қамыр илеп алдық. Жұмсақ болғанда қатты жұмсақ болмасын. Өздеріңізге қамыр жаюға қалай ыңғайлы болады, солай илеп алыңыздар. Мен көпшілікке істедім тамақты, сондықтан мен осылай мөлшерін көбірек алдым. Менде 2 зуала қамыр шықты. Осылай қамырымызды домалақтап, 5-10 минутқа дем алдырып қоямыз, бетін жауып. Жұмсарып әдем болып тұрады. 5-10 минуттан кейін ашып, жұқартып, қамырды жайып аласыздар. Қамырды осылай жайып болған соң, бұны біраз жерге жайып қойған дұрыс. Негізі тамақтарыңызды қуыруды бастамай жатып алдымен қамырмен айналысып алсаңыздар жақсы болады. Қамырды жайып қойып қойсаңыздар, қатайып, әдем болып тұрады. Кескенде бір-біріне жабыспай ыңғайлы болу үшін. Мен асығыс болып істегендіктен, мен пешке осылай 30 секундтан кесіп қатырып алдым. Қызып тұрған пешке салып алып. Ал сіздер олай пешке салмай-ақ алдын ала жайып қойсаңыздар да қатып тұрады. Егер дәл мен сияқты асығыс болып, кісі келетін болып, асығыс жағдайда істесеңіздер, онда осылай кесіп пештің листына салып 30 секунд, жарты минуттан алып салып, кішкене ғана қамырды қатырып алсаңыздар болады. Сонда турауға ыңғайлы болады. Бір-біріне жабыспайды. Бөлек-бөлек болып кескен қамырларыңыз әдем болып шығады. Дәл осылай ұсақтап тураймыз жіңішке етіп. Көріп тұрғандарыңыздай қатырып алғаннан кейін қамыр бір-біріне жабыспай әдемі кесіледі, оңай кесіледі. Қамырды алдын ала жайып қатырып қойсаңыздар,
дәл осылай әдемі болып кесіледі. Қатты қатырудың қажеті жоқ, тек кескенде бір-біріне жабыспайтындай қамыры болса болады. Біздің міне қайнап тұр. Астында қалатын подливіміз енді осы қайнап тұрған подливіміздің үстіне кескен қамырларымызды салып шығамыз. Осылай үстін саласыздар, араластырмайсыздар. Қамырды салып, бетін жауып, тамағымызды 30 минут бойы бетін жауып, орташа баяу отта пісіреміз. Бетін ашпаймыз. Дайын болған соң тамағымызды 30 минуттан кейін бетін ашып, жақсылап еті мен қамырларын араластырып, бір-бірімен әдемілеп араластырып, тарелкамызға салып берсеңіздер болады. Сәндеп өздеріңіз қалауыңыз бойынша сәндеп берсеңіздер болады. Осылай көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, әдемі тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға сау болыңыздар, сәттілік тілеймін.